Жүгері таяқшаларынан қарапайым торт жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, ауызда еритін торт болады. Алдымен жүгері таяқшаларымызды бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген таяқшаларды үлкендеу бір ыдысқа салып, үстінен майда туралған жаңғағымызды қосамыз. Осылай араластырып жүреміз. Енді бір ыдысымызға 150 грамм сары май мен 250 грамм вареный сгущенкамызды қосып, отқа қойып ерітеміз. Осылай бір келкі масса болғанша осылай араластырып тұрамыз. Шамалы еріген соң, осылай венчикпенен жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді осыны дайындап қойған жүгеріміздің үстінен бәрін құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді формочкамызға жүгерілерді жартысын салып, үстінен стаканның көмегімен тегістеп шығамыз. Осылай нығыздап басу керек. Енді қалғанын саламыз. Оны да осылай стаканның көмегімен нығыздаймыз. Тортты қалағандарыңызша шоколадпен немесе жаңғақтармен әрлесеңіздер болады. Тортымызды 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей 2 сағат уақыт өтті. Формамыздан жаймен шығарамыз. Мінекей ерекше дәмді тортымыз дайын. Енді бөліктерге бөліп, дәмін көрсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегілеріңізге 100% ұнайтын торт болады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Алда қызықты рецепттер көп болады.